1912 жылы сәуірдің 14-нен 15-не қараған түні Атлант мұхитының солтүстік Америкаға таяу тұсында Титаник лайнері суға батып кетті. Бұл аталмыш кеменің алғашқыда соңғы мұхиттағы рейсі немесе сапары еді. Кемедегі 2208 жолаушының 1496-сы апаттың құрбаны болды. 8 палубалы алып кеменің құрылысы 1908 жылы Белфаст қаласында басталған еді. Ол атақты White Star Line компаниясы жасаған Олимпик класының екінші лайнері еді. Оның Олимпикке қарағанда бірнеше жетілдірілген артықшылықтары болды. Ұзындығы 269 метрге дейін жетсе, ені 30 метрдің шамасында болатын. Сапарға шыққан сәтте кемеге 20 құтқарушы қайықтар артылды. Оған шамамен 1000-нан аса адам жайғаса алатын еді. Екі бортқа 8-ден ағаш қайықтар бөлініп жайғастырылды да, ал 4-еуі қоймаға арналған қайықтар тұғын. Құтқару кезінде мұның бәрі де пайдаланылып кетті. Билеттер 3 классқа бөлініп сатылды. Ең қымбат билетті 1-ші класты каютаға жайғасқандар сатып алды. Оларға жағдайдың бәрі жасалған. Бассейн, монша, жаттығу залы, концерт холлы. Ал кейінгі кластағы жолаушыларда бұл болмады. Титаниктің сапарын 62 жастағы капитан Эдвард Смит басқарады. Бұл оның зейнетке шығар алдындағы соңғы теңіз сапары екенінде ескеру қажет. Тағы да баса айтып өтетін жайт, оның көмекшілерінің көбі мұндай теңіздегі ірі сапарлардан тәжірибесіздер болатын. Тіпті осы рейске шығардан небәрі 4 күн ғана бұрын компанияға жұмысқа кірген теңізшілер де бар еді. Сонымен алып кеме 1912 жылы 10 сәуір күні түсте сапарға шықты. Орыннан қозғала бере Саутгемптон портында тұрған Нью-Йорк кемесімен соқтығысып қала жаздады. Осылайша ол алғашқы адымын ебедейсіз бастаған. Мұны жаман ырымға балағандар болды ма, жоқ па, белгісіз. Әуелі Францияның Шербурн, Ирландияның Квинстаун порттарына аялдаған Титаник 12 сәуір күнгі сағат 11:30-да Атлант мұхитына шығады. Көктем мезгілі болғандықтан мұхиттағы қыс бойы құрсалынып жатқан мұздықтар еріп, Лабрадор ағысының бойы қаптаған айсбергтерге, сеңдерге толы болды. Титаниктің байланыс кабинетіне мұхиттағы осынау хал-ахуал жайлы хабарламалар мен ескертпелер үздіксіз қоңыраулатып келіп жатты. Ол кезде де мұхитты кезген алып кемелер бір-бірімен әуе толқындары арқылы тығыз байланыста болған. 12 сәуірде ақ су бетінде қалқыған айсбергтердің тым көптігі жайлы хабарлар радиотелеграф толқындары бойынша келіп түсе бастайды. Кеменің Джек Филлипс бастаған радистері ескертулерге құлақ асу орнына кеменің сапарға шыққандығын жаңалық ретінде әлемнің басылымдарына ақпарат түрінде жеткізумен әуреленеді. Бұны да қателік демеске лаж жоқ. Мұздықтар жайлы барлаушыларды құлақтандырып отыру мәселесі екінші орынға ығысады. 14 сәуір күні 13:45-те Америка кемесі Ньюфаулендтен 620 шақырым қашықтықта тым үлкен айсбергтердің барын қатаң ескертеді. Сарапшылар Титаниктің түбіне жеткен айсберг дәл осылардың бірі екенін сеніммен айтады. Бұл хабарлама белгісіз себептермен Титаниктің радистеріне жетпей қалады. Мүмкін жеткенде болар, бірақ барлаушылар бұл ескертуді естімегендері жайлы айтудан танбайды. Хабарлама тым көп келеді. Қайсысын айтып, қайсысын айтпағанымызды да білмей шатастық, дейді радистердің бірі. Бәлкім осы қырсыздықтары апатқа себеп болды сірә. Сағат 23-тен асқанда кемедегілердің алды ұйқыға кете бастайды. Кеменің алдында барлаушы қызметін атқарып Фредерик Флит пен Реджинальд Ли тұрғанды. 23:30-да бұл екеуі алдан ағарған әлденені көздері шалғандай болады. Алайда мән бере қоймайды. Арада 9 минут өткенде, яғни 23:39-да Флит кеменің қақ алдынан шамамен 650 метр қашықтықтан түксиіп тұрған алып айсбергті байқайды. Титаник маневр жасап үлгере алмайды. Сағат 23:40-да осылайша Титаниктің оң бүйірі айсбергке сырылып өтеді. Бұл контакт 9 секундқа созылады. Бұлай қарасаң, ол көпте уақыт емес, алайда кеменің оң жағын опырылып қалады да, ішіне мұхиттың суы топан болып кіріп кетеді. Апаттан тірі қалған Даф Гордон
Сол сәтте әлде біреу үлкен ғаламат саусақпен кемені тырнап өткендей болды деп еске алады. Ал ол сәтте төменгі палубада болған Уолтер Херст оң қапталдың дірілдегенінен оянып кеттім. Ешкім дегенде қауіптене қойған жоқ. Бірақ әлде бір соқтығыстың болғанын түсіне қойдым, дейді. Капитан Смиттің бұйрығы бойынша сағат 00:14-тен бастап радистер төтенше жағдайға ұшырағанын білдіретін сигналдарды жан-жаққа тарата бастады. Титаникке жақын жерде 3 кеме жүргенді. Ең жақыны Калифорниен болатын, 32 шақырымда. Маунт Тампль 80 шақырымда және 93 шақырым қашықтықта Карпатия кемесі болды. 23:00-де Калифорниеннің жалғыз ғана радисы Сирил Эванс радиостанцияны өшіріп тастайды да ұйқыға кетеді. Бұл кезде Титаник аман сау-тұғын. Радиостанция ажыратылғандықтан бұл апаттан Калифорниен хабарсыз болады. 00:19-да Маунт Тампль кемесіне Титаниктің хабары жетеді де, олар тез арада апат болған орынға жетуге асығады. Бірақ айсбергтер мен қалқыған мұздықтардың тым көптігінен жылдамдата алмайды. Тек таңғы 4-те ғана апат болған жайға келіп жетеді. Карпатия кемесі де Титаниктен жіберілген сигналды қабылдайды. Корабль капитаны Артур Растрон дереу кемедегілерге шұғыл бұйрық беріп, 2000 адамды жайғастыра алатындай етіп, орын босатуды тапсырады. Бірақ оның ең жоғарғы жылдамдығы бар жоғы 17 узел болғандықтан, апат орнына келіп жету үшін кемі 4 сағат уақыт керек еді. Таңға жақын жетіп келді, бірақ тек қайықтағыларды ғана құтқара алды. Капитан Эдвард Смиттің өзі 2000-дан аса адамды 16 қайықпен құтқарып алу мүмкін еместігін түсінеді. Оған уақыттың да тіптен тар екенін ұғынады. 00:40-та алғашқы құтқарушы қайық жөнелтілді. Оған небәрі 28 адам ғана отырғызылды. Әйтпесе әр қайық 65 адамға лайықталған. Тіпті сығылысып отырса 75-80 адамды да сыйғызып жіберуге болады. Сағат 1:00-де нағыз дүрбелең басталады. Жандарын сақтап қалуға ұмтылған жолаушылар дәліздерде әрлі-берлі зырғағып, жүгіріп жоғарыға шығатын жолдар іздеді. Ол есіктерді таппай қаншама адам тұншығып та өледі. Осы кезде ғана бүкіл кемедегілер түгелге дерлік кеменің суға шөгіп бара жатқанынан хабардар болды. Жан-жаққа тоқтаусыз сигналдар жөнелтіліп жатты. Фейерверктер де атылды. Кеме қызметкерлері адамдарды құтқаруға барынша жанталасты. Сағат 2:05 өткенде соңғы құтқарушы қайық төменге түсірілді. Бұл кезде Титаниктің 80% су астына кетіп қалғанды. Капитан Смит осы кезде қайықтар тұрған палубаға келеді де, қызметтерің бітті. Енді өздеріңді құтқаратын әрекеттеріңді жасаңдар. Ғұмырындағы соңғы бұйрықты береді. Осы кезде радистер де өз бөлмелерін тастап қашады. Бірақ бәрі бірдей өлімнен құтыла алмайды. Арада 2 минут өткен соң суға мәңгілік шөгіп 3750 метр тереңдікке барып жай табады. Өзімен бірге 1400-дей адамды су түбіне алып кетеді. Кеме сүңгіген орында 100 шақты адам тыпырлап судың бетінде қалады. Баз біреулері ағаштың сынықтарын қармап тірі қалуға әрекет жасайды. Ауа райының тым суықтығына байланысты көбі тоңып өледі. Сол сәтте мұхиттың суының температурасы 2 градус болған көрінеді. Ал мұндай суыққа тап болған тірі жан ары кетсе жарты сағат ғана өмір сүре алады. Ол түні ай қараңғы болды. Әйтпегенде мұхиттың төсінде ағарып тұрған айсбергті аңғаруға болар еді. Оның үстінде су бетінде жеңілдеу тұманда бар болатын. Бұл да айсбергтерді дер кезінде байқауға кедергі болған. Басқа кемелерден келген толассыз ескертулерге қарамастан кеме барынша жылдамдықпен келе жатты. Теңізде жүзудің қауіпсіздік ережесіне басты ауыртпаған. Қауіпті аймақта басқа кемелерден келген хабарламаларды жүре тыңдаған, елемеген. Уайнхарт Лайн компаниясының басшылары сенсация жасау үшін кемені барынша жылдамдықпен айдап, Америкаға тез жетіңдер деген бұйрық береді. Кеменің жылдамдығын кеме компаниясының басшыларының бірі осы сапарда жолаушы ретінде жолға шыққан Брюс Имей қадағалаумен болған. Эвакуация кезінде ол бас сауғалап, кемелердің біріне жайғасып алады.
Мақтаншақ басшылардың мұнысы әрине өрескел қателік тұғын. Адамдарды тегіне, мансабына, дүниесіне қарай алалау сол кезде де болған. Кеме басшылары мен жетекшілері жоғары кластың ақсүйек адамдарын құтқарып қалуға жанталасты да, төменгі кластағы кедей-кепшікке өлмесең өмірем қат дегендей назарды аудармаған. Титаникпен бірге су түбіне кеткендердің көпшілігі сол төменгі кластың адамдары еді.